қызықтырып берейік. Бірінші сұрақ сендерге. Сұрақ, ертегілер түрлерін атаңдар. Кім айтады? Сен айта ал. Қиялға ғажайып ертегілері, шыншыл ертегілері, жануарлар ертегілері. Жарайсың, тамаша. Екінші сұрақ, кейіптеу дегеніміз не? Айта ал. Табиғат құбылыстары түрі адам кейпінде немесе жансыз жанды түрде суреттеу тәсілі. Жарайсың, өте тамаша. Үшінші сұрақ, туралы жазған ақын жазушыны ата, және бір өлеңін оқып бер. Кім айтады? Айта оқымасын. Абай Құнанбаевтың түрінің бар. Қыз, күз, жаз, көктем. Сол күз өлеңін айтады. Сор бұлтсы суық қатпайды аспанын, күз болып дымқыл тұман жерді басқанын, білмеймін тоңғаныма тойғаныма, жыл қойнап бия қашқан тай жарысқан. Өте дұрыс, тамаша, молодец. Яғни үш топта өз сұрақтарына жауап берді. Жарайсыңдар. Ал енді келген топтарға мен тәтті кәмпиттарымды жарайсың. Өте дұрыс, тамаша. Осы кәмпит арқылы бағалап отырасың. Ал балалар, біз жаңа сабақты ашу үшін бірінші біз не істейміз? Мына ребусты шешеміз. Осы ребусты шешу арқылы біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы шығады. Ал балалар, енді қарайықшы, мына бірінші бізде кітап. Осы кітаптың соңғы жағында қанша әрпін алып таста дейді? Үш әрпін. Яғни үш әрпін алып тастасақ қандай сөз шығады? К. Мына жерде қандай әріп тұр? Суретке қарайықшы балалар, ненің суреті мынау? Бор. Бұның соңғы әріп алып тастасақ қандай сөз шығады? Бо. Лақтың бір әрпін алып тастасақ ла. Кейінгі мына жерде қандай әріп тұр? Ма. Балалар, қараңдаршы, қандай сөз шықты? Кім болам. Яғни ол кім болам деген сөз бізде не болып тұр? Сұрақ белгісі. Яғни кім болам деген жаңа сабағымыздың тақырыбы ашылды. Кім болам. Ал балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы кім болам. Тапсырмаға қарайық. Енді қазір дәптермен жұмыс. Бірінші тапсырма. Сөйлемді үш жақта жіктеп айт. Мен кім боламын дейді. Мен кім боламын. Яғни бұл қазір есімнің жіктелуі туралы. Кім айтады? Мен кім боламын. Жіктеп кім айтады? Айта отырсың. Мен кім боламын, сен кім боласың, сіз кім боласыз, ол кім болады. Жарайсың. Яғни осыны бәріміз дәптерімізде жазамыз. Дәптерімізді ашып жазамыз дәптерімізде. Ал балалар, енді қараңдар, екінші тапсырмамыз ол тақтамен жұмыс. Таңдаған мамандықтар туралы кесте бойынша жұмыс істеңдер. Яғни тақтада мына кесте тұр, мамандықтардың атаулары, одан кейін мамандықтардың ерекшеліктері. Яғни соған әр топтан екі оқушыдан шығып, тақтаға әр мамандықты жазып, сол мамандықтың ерекшелігі туралы жазамыз. Кім шығады бірінші? Тақтадан шығалып. Келесі. Балалар, мамандық иесі болу үшін не істеу керек? Білім алу керек. Қандай ойларыңдар? Еңбектену керек. Дұрыс айтасыңдар. Дұрыс, ол да дұрыс. Ал енді балалар, алдымызда оқулықты ашып, азамат бол деген өлеңді оқимыз. Бірінші, азамат оқи ғой.
Азамат бол. Молда Аманжол үлгілі, оқуын жақсы оқыды. Әкесімен отырып, бұлай деді бір күні. Атам қарашы, мен үстінде кім боламын, кім болсам да өзім бір айналайын кім бар. Шықпан болған ер кісі еңбекті сежісінің Башкер болу, я ұсақ отандағын асырған. Еуап күн немесе жербен алтын табатын қазақ тайға бөленсе бір мақтайып қалатын. Дұрыс екен сұрағым, кім болсаң да еркіңде, денсаулық көп сұрағым, жетейік біз сол күнге. Аманын көп білемін, айналайын аман жыл, менен сенен тілерім, азамат бол, адам бол. Ал балалар қазір бір сергіп алайық. Ол үшін сендерге қазір амандық иесінің суреттерін беремін. Мозаика, яғни ол суреттер қиылған суреттер. Одан біз не істейміз? Мозаика құрастырамыз. Екінші Сен шашты жаратпайтын, қайсысы бар қаратпайтын. не ол? Балалар? Дұрыс, жарайсың. Келесі топ. Ол жерде ауға сымсыз жұмыс тұрады, жан-жағына қараса, нұрын шашып тұрады. Жарайсың. Келесі. Қалағы салатын қаланы. Өте дұрыс, тамаша. Жарайсыңдар балалар. Қазір орнымызға отырамыз. Ал енді балалар, бүгінгі тапсырмас жаңа сабағымыз сіздерге ұнады ма? Түсіндіңдер ма? Өте тамаша, жарайсыңдар. Ал енді балалар, үйге тапсырма. Мына жерде 6-шы тапсырма тұр. Жоспар бойынша осы жоспарға құрып, жоспар бойынша өздерің үйде не істейміз? Жоспар құрып, мамандықтар бойынша жазып келеміз. Одан кейін мына жерде мамандық туралы мақал мәтел тауып жазып келеміз сосын үйде. Түсінді ғой,